Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әсеткүл Сәриева. Шығыс медицинасында көп жылдық еңбегі бар емші, маман дәрігермін. Бүгінгі видеода жаз айында жалбыз шөбінің қасиеттері туралы айтатын боламын. Жалбыз ағзаға пайдалы неше түрлі ауруға емдік қасиеттері бар танымал өсімдіктердің бірі. Енді жалбыздың негізгі қасиетін айтайын. Жаңа айтып кеткенімдей, жалбызды түрлі аурумен қатар тіптен тамаққа да қолданады. Косметика құрамында да қосады. Мойын, ароматерапия ретінде және тағы да басқалай көп жағдайда қолданады. Жалбыздың хош иісі шығып тұру үшін аулаға да өсіреді тіптен. Ал емдік қасиетіне келетін болсақ, адамның жүйке жүйесіне тыныштандырып әсер ететін болғандықтан, қан қысымы жоғары ауруларға да пайдалы. Жалбыздың құрамында биологиялық белсенді заттар өте көп. Бұл өсімдікте С және П витаминдері бар. Жалбыздың құрамында ментол өте көп болады. Ал ментол ауруды басатын қасиеттермен танымал екенін білеміз. Ментол жүрек бұлшық еттерінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Тіптен коронарлық тамырдың кеңеюіне жәрдем береді. Тыныс алу жолдарының ауруы, бронхитті емдеуде осы халықтың емдеу әдісін айтпау мүмкін емес. Жалбыз жөтелді әжептәуір жеңілдетеді. Тамақ ауруын емдейді. Қақырықты шығарады. Жалбызды бас ауруының ішінде бас сақинасы, яғни мигренді емдейтін көп кісілер біле бермейді. Ауру басталған кезде маңдайыңызға жапырақтары мен сүрткенің өзі жеткілікті. Маңдайыңызға сүртіп қоясыз тек қана. Ауруын басып, хош иісі жүректің айнуын басады. Жалбыз майы тамақ ауырғанда, бронхыға суық тигенде, ингаляция істесе өте пайдалы болады. Жалбыз жүрек, қан тамырларын емдеуге арналған көп дәрілердің құрамында бар. Волокардин, зеленин тамсуларында да бар. Асқазан, ішек жолдары ауруларда аппетиті жоқ кезінде де қайнатып бұқтырып ішсе, әжептәуір жеңілдетіп емдейді. Тіптен жүйке жүйесі ауырып, депрессия болып жүрген адамдарға тыныштандырып, күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны да дұрыстайды. Енді жалбыздың, яғни мята шөбінің пайдалану тәсілі. 500 мл суға жалбыздың 3 ас қасықпен салып, жайлап жанған отқа қайнағанша ұстап, бұрқ еткізіп алса жеткілікті. Оттан шығарып, жауып, 40 минут қою керек. Көп қайнатудың керегі жоқ. Иісі және құнары жойылып кетеді әйтпесе, көп қайнатсаңыз. Дайын қоспаны күніне 150 мл-ден 3-4 мезгіл ішесіз. Бір ай ішуге болады. Болмаса 10 күн ішіп, бір апта демалып, қайтадан қолдануға болады. Қолымызда бар өсімдікті пайдаланыңыздар. Өте қолжетімді өсімдік. Табиғи түрде пайдалансаңыздар, ем болады. Ем болсын сіздерге. Қазіргі таңда мен сіздерге осы ауруларды емдеуге көмектесе аламын. Менен көмек алу үшін осы видеоның астында нөмірлерге хабарласуға және тіптен сілтемеге өтіп, маған WhatsApp-қа хабарласыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.